Бүгін мен роботтық технологияны пайдаланып, тізе ауыстыру туралы сөйлесемін. Енді тізенің соңғы остеоартриті бар, тізесінде қатты ауырсыну сезінетін, тіпті қысқа қашықтықта жүруде, баспалдақпен көтерілуде қиындық көретін, және тізенің дамыған артриті бар науқастар. Осылар тізе ауыстыруды қажет ететін науқастар. Енді тізе ауыстыруда біз негізінен тізе буынның құрайтын сүйектердің ұштарын қайта жабдықтап жатырмыз, және имплантты орналастыру арқылы буындардың жанасатын беттері бір-біріне тимейтіндей етіп жасаймыз. Ал арасына қойылған жасанды материал жаңа буын ретінде қызмет етеді. Бұл тізе ауыстыру. Енді бізде роботтық тізе ауыстыру түрінде озық технология бар. Онда операция кезінде робот бізге импланттардың орналасуын дәл анықтауға және бағыттауға көмектеседі. Енді операция кезінде роботпен не істейміз? Робот хирургтың ұзартылған қолы. Хирургиялық жоспар роботқа енгізіледі, және робот операцияның бірнеше қадамдарын хирургтың бақылауымен орындайды. Робот бүкіл операцияны хирургсыз жасайды деген сөз емес. Хирург роботты және оның жұмысын басқаратын негізгі адам. Енді роботтық операция дәстүрлі операциядан қалай ерекшеленеді? Робот операция кезінде бізге импланттардың дәл орналасуы туралы кері байланыс береді. Сонымен қатар жұмсақ тіндерді кесу және қан кету дәстүрлі операцияға қарағанда әлдеқайда аз болады. Және қалпына келу процесі науқас үшін ауырсыну мен қалпына келу тұрғысынан әлдеқайда жылдам және тезірек өтеді. Енді Аполлода бізде стандартты протоколдар бар, және бізде тізе ауыстыру операциясын үнемі орындайтын роботтық команда бар. Бұл технологияны қолдану, тізе ауыстыру операциясын орындау тәсілін және науқастың клиникалық нәтижесін түбегейлі өзгертті.